Қайырлы кеш, құрметті көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар, тізгінде Рүстем Қайратұлы, студияда аудармашы Жангүл Жүнісова. Алдымен әлқиссасын айтайын. Елімай командасы Қазақстан Республикасы чемпионатынан жүлдемен оралды. Облыс әкімі Нұрлан Уранхаев спортшылармен кездесті. Семейде қалалық мәслихаттың кезектен тыс отырысы өтті. Депутаттар алдағы жылыту маусымына дайындық жұмыстарын пысықтады. Семейліктер Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері Яков Горельниковты соңғы сапарға шығарып салды. Қазақстан Республикасы президенті сайлауына үміткерлерді ұсыну ертең басталады деп хабарлайды Қазақпарат тілшісі. Қазақстан Республикасының президенті лауазымына кандидаттарды ұсыну сайлау тағайындалған күннің келесі күнінде басталады. Яғни 2022 жылғы 23 қыркүйекте басталып, 11 қазан күні сағат 18:00-де аяқталады, деді орталық сайлау комиссиясы төрағасының орынбасары Константин Петров. Кандидаттарға қойылатын талаптар: Қазақстан Республикасы азаматы болуы, Қазақстан Республикасы аумағында соңғы 15 жыл бойы тұруы, жоғары білімнің болуы, жасы 40-қа толған болуы, белсенді сайлау құқығының болуы, мемлекеттік қызметте немесе сайланбалы лауазымда кемінде 5 жыл жұмыс тәжірибесінің болуы, мемлекеттік тілді еркін меңгеруі, президенттікке кандидаттарды қолдау үшін облыстар, республикалық маңызы бар қалалардың және Астананың кем дегенде 2-3 атынан теңдей өкілдік ететін сайлаушылардың санының кем дегенде 1%-ның қолын жинау қажет. Қол қою парақтарын беру кандидаттың конституция мен конституциялық заңның тараптарына сәйкестігін анықтағаннан кейін 5 күннің ішінде жүргізіледі, деді Петров. Оның айтуынша, кандидатты қолдау үшін 118.273 сайлаушының қолы жиналуы тиіс. Сенаттың жалпы отырысында Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне асыл тұқымды мал шаруашылығы және айналымы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңы екінші оқылымда қаралып қабылданды деп хабарлайды Қазақпарат тілшісі. Қаралып отырған заң жобасын қабылдау асыл тұқымды мал шаруашылығы саласында қолданысқа заңнаманы жетілдіріп, заманауи нормативтік құқықтық база құруға, селекциялық және асыл тұқымды мал шаруашылығы жұмыстарын жүргізу тәсілдерін қайта реттеп, ауыл шаруашылығы малдарының генетикалық әлеуеті мен өнімділік көрсеткіштерін жаңа деңгейге көтеруге бағытталған. Сонымен қатар биоэтанолды пайдалану аясын кеңейту көзделген. Заң жобасы Сенат отырысында қаралып, бірінші оқылымда мақұлданды, деді сенатор Дүйсенғазы Мусин. Осы орайда ол бұл құжат асыл тұқымды мал шаруашылығы саласын сапалы жаңа деңгейге көтеруге, еліміздің азық-түлік қауіпсіздігін нығайтуға оң әсерін тигізетінін айтты. Құжат агроөнеркәсіп кешенін әрі қарай жаңғыртуға және цифрландыруға, асыл тұқымды мал шаруашылығындағы тиімділік пен бәсекеге қабілеттілікті арттыруға, биоэтанолды пайдалану саласын кеңейтуге және осы бағыттағы тағы басқа басымдықтарды жетілдіруге арналған. Бүгін Абай облысының әкімі Нұрлан Уранхаев инвесторлармен кездесу өткізді. Инженерлік желілердегі озық технологиялар мен жөндеу туралы жобалар ұсынылды. Сондай-ақ Абай атындағы халықаралық қордың басшысымен облыстық мәдени мұраны дамыту мәселесі талқыланды. Семейде қаланың мәдениеті мен тарихын ескере отырып, Абай орталығын салу ұсынылды. Облыс әкімі Нұрлан Уранхаев өз кезегінде ынтымақтастыққа дайын екенін жеткізді деп хабарлайды облыс әкімінің баспасөз қызметі. Елімай командасы жағажай футболынан өткен Қазақстан Республикасы чемпионатынан жүлделі 2-ші орын алды. Осыған орай Абай облысының әкімі Нұрлан Уранхаев спортшыларды жеңісімен құттықтап, марапаттау рәсімін өткізді. Марапаттау рәсіміне Қазақстан футбол федерациясы президентінің кеңесшісі және КСРО командасының ардагері Сейілда Байшақов қатысты. Облыс әкімі Нұрлан Уранхаев спортшыларға медальдар табыс ете отырып, бұқаралық спорт түрлерін дамытудың қаншалықты маңызды екеніне тоқталды. Мне очень приятно, вас хочу поздравить. На самом деле это наверное... Мен өте қуаныштымын, мен сіздерді құттықтаймын. Шын мәнінде бұл Семей футболының тарихындағы тағы бір кезең. Біз футзал ойнадық, біз үлкен футбол ойнадық, бірақ жағажай футболын ойнаған жоқпыз. Өте жақсы. Бұл біз үшін өткен алғашқы чемпионат деп үміттенемін. Және бұл соңғы жеңіс емес, мен кепілдік бере аламын. Біз әлем және Еуропа чемпионаттарының клубтарына қатысамыз, барлық жерде.
Жиын барысында барлық спортшылар облыс әкімінің мақтау грамотасымен, медальдармен және сыйлықтармен марапатталды. Мұнымен қоса команда құрамы облыс әкімімен Семейдегі футболды дамыту мәселесін талқылап, ойларын ортаға салды. Футболшылар ерекше көңіл бөлген үшін облыс басшысына алғыстарын білдірді. Футбол мен спорт дамытқан үшін үлкен алғыс айтқымыз келеді. Өкінішке орай бізде дайындалуға уақыт мүлде болған жоқ, негізі былай айтқанда. Соның өзінде біз өте жақсы жетістікке жеттік деп ойлаймын. Алды уақытта Қазақстанда да және басқа халықаралық аренада да бұдан да жақсы ойнап, жақсы жетістіктерге жетеміз деп ойлаймын. Пока у руля будут, наверное, такие люди, как вы, футбол будет. Басшылықта сіз сияқты адам отырған кезде футбол дұрыс бағытта дамиды, тек алға жылжиды. Тимурға күн сайын, бірінші күннен бастап, алғашқы минуттардан бастап бізге сенім ұялатқан үшін алғыс айтқым келеді. Біз Абай облысын жерге қаратпаймыз. Елімай командасы мұнымен тоқтап қалмақ емес. Аяқдопшылар алдағы уақытта Қазақстан және әлем ареналарында өнер көрсететіндеріне сенімді. Ал облыс әкімі жиын соңында спортшыларға денсаулық тілей отырып, тек жүлделі орындарда бағындыруды тіледі. Рүстем Қайратұлы, Нұрлан Оразалин, Семей телеарнасы. Ел президентінің тапсырмасына сәйкес әкімдер жылына бірнеше рет есеп береді. Жыл бойы халықпен жүздеседі, қордаланған мәселелерді шешеді. Семей қаласы әкімінің міндетін атқарушы Дмитрий Гариков осы жолы бірнеше ауылдық округті аралады. Тілшіміз тарқатсын. Әкімдер Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың 2022 жылдың 3 наурызындағы әкімдердің халықпен кездесулерін өткізу туралы жарлығына сәйкес қызмет етуде. Бұрынғыша жылына бір-екі рет емес, бірнеше рет елмен жүздеседі. Бұл әкімдердің аймақтағы мәселелерді бүге-шүгесіне дейін біліп, өзекті мәселелерді уақытылы шешу. Семей қаласы әкімінің міндетін атқарушы Дмитрий Гариков Көкентау және Айнабұлақ ауылының тұрғындарымен кездесті. Халық алдында ағымдағы жылы атқарылған жұмыстарды баяндады. За 8 месяцев текущего года наблюдается положительная динамика социальной. Ағымдағы жылдың 8 айында Көкентау ауылдық округінің өткен жылмен салыстырғанда әлеуметтік экономикалық дамуында оң қадамдар байқалады. Атап айтқанда 2021 жылмен салыстырғанда 2022 жылы бюджет 20,7%-ға ұлғайып, 60,6 миллион теңгені құрады. Біздің басты мақсат халықтың әл-ауқаты мен өмір сүру сапасын қамтамасыз ету. Осы жылы Көкентау ауылындағы көшелердің жарықтандыру құрылысының жобалық сметалық құжаттамасын әзірлеуге 0,8 миллион теңге бөлінді. Көкентау ауылындағы 5 көшені жарықтандыру 2024 жылға жоспарланған. Жоба сомасы 97 миллион теңге. Көкентаудағы ағайынның негізгі кәсібі мал шаруашылығы. Тұрғындарды алаңдатып отырған мәселе қыстағы мал азығы. Айтуларынша жем-шөптің бағасы құбылып, қалталарына ауыр тиетінін айтты. У нас в основном в округе животноводство. Бізде ауыл шаруашылығында біраз қиындықтар бар деуге болады. Қазіргі таңда міне малға азық дайындаудамыз. Бұл тұрғыда механик мамандар жоқ. Қазір азаматтарға айтар болсақ, қашады. Дегенмен бұл саланы да білу керек қой, келешек ұрпаққа үйрету үшін. Біз осы тұрғыда қиындыққа ұшырап қаламыз. Қазір және мал жаятын адам жоқ. Кешке дейін мал соңынан жүру қиын, әрине осыдан да көбі қашады. Ал енді мал азығына келер болсақ, өте аз деуге болады. Шабындық жер жоқ. Ал жем-шөптің бағасы барған сайын шарықтап барады. Қожалық өкілдері сондай-ақ ата кәсіптің дамуына мал таппаймыз деп дал болуда. Атқарушы сала өкілдері азаматтардың қойған сұрағына тиісінше жауап берді. Трактористің оқу бар. Оқим деген адамға біз көмектесеміз. Білесіздер, экзаменді қабылдағанда сельхозотделден инспектордар болады. О жағынан сөз жоқ. Ал енді қойшы табу, малшы табу. Енді Мират аға, Семейден келіп сіздерге қойшы не таба алмаймыз. Негізі осы ауылда емес, осы Семейде бұрыннан енді ең көп істеп келе жатқан сіз ғой. Сізбен біз Алматыға да бардық. Одардың бағадарын байқадыңыз ба қандай төлеп отырған қойшыға? 200 мың сом ақша төлейді айына. Бұл 19 жыл біз сізбен Ұзынағашқа бардық. 200 мың сом ақша төлейді. 10 қойын береді, 300-ға договорға отырады. Біз солай істесек мысалы, оның бәрі болады. Қала әкімінің келесі есеп берген ауылы Айнабұлақ. Тұрғын саны шектеулі аядай ауыл байланыстың нашарлығын жеткізді. Интернет желісі ауылдың мектебі мен әкімшілігінде ғана бар. Тұрғындар ғаламтор керек кезде осы мекемелерді жағалап кетеміз дейді. Сонымен қатар ауыз су құбырында ақау болғандықтан халық сусыз қалып қоямыз ба деп қорқады. Yol байланыс, хотя бы интернет болмаса yol байланыс керек. Не Билайн болсын, не Актив болсын, не Теле2 айтып өткенде айтып жарайды деп.
сол тозды ма, қандай не қыста сусыз қалып қоямыз ба деген сондай сұрақтар ғой. Енді осы аварияны 3 рет келдік па, 280 метрді трубаны ай бастады. Енді тағы да тозып кеткеннен кейін тағы да авария болады десек, болса жасаймыз, не істейміз. Тозып кетті, оны қыста болды. Ол негізі сонда қыста жарып Көкентау және Айнабұлақ ауылының тұрғындары қозғаған сұрақтарға атқарушы билік өкілдері тиісінше жауап берді. Көтерілген мәселелер күн тәртібіне енгізілетін болады. Ақжігіт Абзалбекұлы, Елжан Мағзұмов, Семей телеарнасы. Семейде қалалық мәслихаттың кезектен тыс отырысы өтті. Күн тәртібінде 2021-2022 жылдардағы жылу беру кезеңінің қорытындылары және 2022-2023 жылдарға арналған қысқы жылу беру маусымына дайындық жұмысы қаралды. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің басшысы Амантай Өтелбаевтың айтуынша, бүгінгі таңда жылу беру маусымына дайындық шаралары жоспарға сәйкес жүзеге асырылуда. Қуаттылығы 100 гигакалориядан жоғары жылу көздері объектілерінің дайындығы 81% құрайды. Оның ішінде 19 қазандықтың 15-і қысқы маусымға сақадай сай. Жылу желілері 81%-ға, яғни 315 шақырымның 255 шақырымы жылыту маусымына дайын. Сондай-ақ кәрізді сумен жабдықтау желілері толықтай дайын екендігі айтылды. Бұдан бөлек қуаттылығы 100 гигакалориядан аз қазандықтар 87%-ға, яғни 15 қазандықтың 13-і дайын. Готовность бюджетной сферы, в том числе объекты образования. Бюджет саласының дайындығы, оның ішінде білім беру объектілері 100%, 86 нысан. Денсаулық сақтау объектілері 100%, 41 нысан. Әлеуметтік қорғау объектілері 100%, 2 нысан. Көп пәтерлі тұрғын үй қорының дайындығы 93% құрайды. Демек ол орталықтандырылған жылумен жылытатын 1187 үй. Сессия барысында тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің басшысы Амантай Өтелбаев жылу коммунэнерго мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының жаңа директоры Серік Түленбергеновті таныстырды. Семей қаласының полиция басқармасы биыл 1 қазаннан бастап қоғамдық және жол қауіпсіздігін қамтамасыз ететін сергек жүйесі іске қосылатынын хабарлайды. Жол ережесін бұзған көлік жүргізушілер айыппұл қағазын ала бастайды. Жылдамдықты асыру, бағдаршамның тыйым салған белгісіне өтіп кету, жолдағы қозғалысты реттейтін жолақтарды бұзу жүйеге тіркеледі. Жол тәртібін бұзғандардың төлеген айыппұлдары қала бюджетін толтырады. Ұйғарымдарды Эрапублик KZ порталынан ЭЦК арқылы жүктеп алуға болады. Семей қаласындағы жобада 1551 камера жұмыс істейді. Оның 775-і жалпы бейне бақылау, сонымен қатар 88 камера тұрғын үй, мектеп аулаларында қоғамдық орын, тағда басқа қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Құрылғы бағдарламалық кешен құрамындағы қалған 776 камера қаланың жол қауіпсіздігін бақылайды. Бұдан бөлек жоба аясында полиция қызметкерлерінің сергек қорғау мобильдік қосымшасымен жұмыс істеуіне арналып 1000 планшет алынды. Аталған мобильдік қосымша жолдағы сергек жүйесіне біріктіріліп, жалған нөмір таққан жүргізуші куәлігінен айырылса да, көлік жүргізгендерді, іздеудегі көліктерді анықтайды. Содан кейін ондай көліктер жөніндегі ақпарат операторға жіберіледі. Жедел алдын алу шарасы барысында полиция қызметкері мұндай көлікті тоқтатып, қажетті шара қолданады. Жол ережесін бұзуды тіркеу автоматты режимде жүзеге асады. Қазақстандық мамандар дайындаған бағдарлама компьютер көмегімен және арнайы алгоритм бойынша ереже бұзуды анықтайды. Бұдан кейін полиция қызметкері тексеру жүргізіп, өзінің ЭЦК арқылы ұйғарымға қол қояды. Барлық ереже бұзу жағдайлары Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының құқықтық статистика және арнайы тіркеу комитетінің әкімшілік істер бойынша бірыңғай реестріне бірден тіркеледі. Көлік иесі шешіммен келіспеген жағдайда Семей қаласы бойынша полиция басқармасына баруға немесе 110 нөміріне, сондай-ақ ұйғарымда көрсетілген байланыс нөміріне хабарласуына болады. Бүгін семейліктер Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері Яков Горельниковты соңғы сапарға шығарып салды. Яков Вениаминович Достоевский атындағы орыс драма театрына 40 жыл бойы жетекшілік етіп, қазақ театр өнеріне өлшеусіз үлес қосқан жанның бірі. Горельников Яков Вениаминович 1947 жылы 8 қарашада Семей қаласында дүниеге келген. 1966 жылдан 1970 жылға дейін Новосибирск театр училищесінде оқып, тарих педагогика факультетін бітірген. Ол актерлық жолын 1970 жылы бастаған. Кейін 1982 жылы Достоевский театр ұжымының ұсынысы бойынша директор болып тағайындалған. Бүгін біз елдің
аяулы азаматы Яков Вениаминовичті соңғы сапарға шығарып тұрмыз. Бүгінгі соңғы сапарға келген халықтың көптігінен ақ Яков Вениаминовичтің қандай тұлға екенін бәрі білетін болар. Десе де Яков Вениаминович Семей, жалпы Қазақстан өнеріне үлкен еңбек сіңірген қайраткер, Қазақстанға еңбек сіңірген қайраткер. Осы Абай театрын 40 жыл бойы басқарып, осы Абай театры шаңырағындағы 3 бірдей театрдың, 3 бірдей ұжымның береке бірлігін сақтаған. Қаламыздағы зиялы қауым өкілдері шығармашылық адамдарын басқару оңай міндет емес екенін. Десе де Яков Горельников қызметін абыроймен атқарғанын айтуда. Онан кейін үлкен Абай атындағы, Достоевский атындағы үлкен ұжымды басқару, ол техникалық жағынан да, шығармашылық жағынан да оңай шаруа емес. Жатқан жері жайлы болсын, халық оны іздейді, құрметтейді. Біз өзіміз саман тұрған кезде Яков досымызды үнемі еске алуда боламыз. Театр өнеріне қосқан зор үлесі және белсенді қоғамдық қызмет үшін Қазақстан Республикасы президентінің жарлықтарымен ол Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері құрметті атағымен, екінші дәрежелі достық орденімен, Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігінің мәдениет қайраткері төсбелгісімен марапатталған. Облыс әкімі Нұрлан Оранхаев, жергілікті зиялы қауым өкілдері және марқұмның әріптестері қазақстандық өнер қайраткерлерінің бірімен қоштасуға келді. Олар Яков Горельниковтың қайтыс болуы орны толмас қайғы екенін айтады. Рүстем Қайратұлы, Ботагөз Зандыбаева, Әділжан Бейсенғазинов, Семей телеарнасы. Майдан суреттері мен хаттары, Семей қаласының спорт тарихы туралы кітаптар. Осының барлығын жергілікті өлкетанушылар құжаттама және жаңа тарих орталығына сақтауға берген. Олардың пікірінше мұндай құнды құжаттарды үйде сақтауға болмайды. Керісінше, жас ұрпаққа тарихты зерттеуге көмектесу керек. Прииртышев өлкетану қоғамының мүшелері қала тұрғыны мен өскемендік тарихшыға соғыс жылдарындағы және басқа да құнды құжаттарды қазіргі заман тарихы мен құжаттама орталығына беруге көмектесті. Мы стараемся передавать сюда документы, которые попадают нам в руки. Біз мұнда тек өлкетанушылар үшін ғана емес, бүкіл адамзат үшін тарихи маңызы бар құжаттарды беруге тырысамыз. Себебі мұрағат бұл шынайы тарих сақталатын орын. Барлық басқа жерлерде ол басқаша сақталуы мүмкін. Иван Нетруненконың Майдан тарихына қатысты құжаттары біздің қолымызға түсті. Яғни оның қызы біздің әріптестеріміз арқылы оларды бізге тапсырды. Бірақ біз тарихи фотосуреттер мен хаттарды үйде сақтауға болмайды деп санаймыз. Сондықтан оларды қазір мұрағатқа өткізген дұрыс. Ирина Мазинаның әкесі әскери қызметкер болған. Ирина өлкетанушылардың пікірмен келісетінін айтуда. Сондықтан мұрағатқа фашистік Германиямен соғыс кезіндегі әкесінің фотосуреттері мен хаттарын сақтауға тапсырды. Іс-шараға қатысқан балаларға олардың тарихын баяндады. Я пришла, чтобы передать семейный архив. Мен әкемнің соғыс жылдарындағы отбасылық мұрағатын беруге келдім. Және бұл туралы біздің өскелең ұрпаққа егжей-тегжейлі айтып бердім. Суреттер, оның шығармалары. Әкем өлең жазуды жақсы көретін, проза жазатын. Бұл біз үшін өте қымбат құжаттар. Досының жұбайы өлеңді қалай дұрыс жазу керектігін жазатын алдыңғы хаттар бар. Осы қымбат парақтардың көмегімен әкем өлеңдерін жазған екен. Бұл жауынгерлік парақ. Ирина Мазинаның әкесі Иван Нетруненко Смерш әскери қарсы барлауының барлаушысы болған. Оның қызы мұндай бағалы қағаздардың үйде жатпай, қоғамға пайда келгенін қалайды. Өлкетанушылар мұрағатқа басқа да құжаттарды алып келді. Өскемендік спорт тарихшыларының бірі Виктор Подорожев Семей қаласының спорт тарихына байланысты кітаптар мен фотосуреттерді мұрағатқа тапсырды. Рүстем Қайратұлы, Ботагөз Зандыбаева, Әділжан Бейсенғазинов, Семей телеарнасы. Қалалықтар теміржол вокзалында қазақ күресінен әлем чемпиондары Әсет Ахметжанов пен Сафуан Мұратбековті құрмет қошеметпен қарсы алды. Естеріңізге сала кетейік, семейлік палуандар Румынияның Констанца қаласында өткен жарыста жеңіске жетіп, ел намысын қорғаған болатын. Толығырақ сюжетте. Қазақ күресінен әлем чемпиондары Әсет Ахметжанов пен Сафуан Мұратбековті қаламыздағы теміржол вокзалында балуандардың туыстары, жақындары мен әріптестері ыстық ықыласпен қарсы алды. Сафуанның қуанышына үлкен биіктерге жетістікке жетіп жатқанына өте қуанып жатырмыз. Бұл ата-ананың ең үлкен бақыты.
баласының жақсы азамат болып өсуі ғой. Өзімді бақытты анам деп сезінемін. Енді Әсет ағамыз осы Семей қаласына оқу орнына түскелі бері жаңағы осы қазақ күресімен және ол дзюдо самбо күресімен айналысқан. Ол жас кезінен спортқа өте бейім, өте жақсы болып біздің ағамыз бізге жол көрсетіп, енді бәріміз қуаныштымыз осындай жеңіске жеткеніне. Полиция лейтенанты Сафуан Мұратбеков Қазақстан құрамасында 74 кг салмақ дәрежесінде бақ сынаған. Бірінші айналымда ол Молдова мен Франция өкілдерімен белдесіп жеңіске жетсе, ал финалда румын балуаннан күші басым түскен. Бүгін біз өзіміздің Абай облыс полиция департаментінің Семей қаласы полиция басқармасы әуезов полиция бөлімінде қызмет атқаратын жедел уәкіл полиция лейтенанты Мұратбеков Сафуанды ұзақ жолдан тосып алып тұрмыз. Сафуан Румынияда өткен әлем чемпионатында қазақша күрестен әлем чемпионы атанды. Сафуанға біз өмірінде сәттілік тілейміз, қызметінде тек жоғарыдан өзін көрсете білсін, және де мына спорттық әлемде ары қарай жеңісін дамыта берсін деп тілектес білдіреміз. Әсет Ахметжанов 90 кг салмақ дәрежесінде сынға түскен. Боз кілемде Польша, Пәкістан, Қазақстан балуандарымен күш сынасып жеңіске жеткен. Тартысты финалда франциялық спортшыны жеңіп чемпион атанған. Бапкерінің айтуынша балуандардың жетістігі үлкен еңбектің нәтижесі. Ахметжанов Әсет, Мұратбеков Сафуан деген біздің шәкірттеріміз осы әлем кубогынан жеңімпаз болып оралып жатыр елімізге. Шәкірттерімізден еңбегін ақтап жатыр. Осындай әлем кубогында Румыния қаласында әлем кубогын ұтып келіп жатыр. Енді бұл үлкен қазақ күресінің еңбегі деп ойлаймын. Айта кетейік, аталған спорт тартысында әлемнің 15 елінің балуандары бақ сынасқан. Шола Сұлтанмахмудова, Әсел Айдар, Әділжан Бейсенғазинов, Семей телеарнасы. Ал бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осы. Жағымды жаңалықтар көп болсын. Аман сау болыңыздар.